Jewish life in the first century, when these stories took place, was very complex. The Romans controlled Palestine then with an iron hand and severely limited Jewish freedom and autonomy. Jesus and his disciples were, of course, Jews. So were righteous men like Rabbi Gamaliel and other community leaders at the time, who did not accept the messiahship of Jesus. As is true with every group, however, there were also leaders like Caiaphas, a Sadducee and high priest, who achieved their positions of authority through political maneuvering, and whose harsh and dishonest ways were reprehensible in the eyes of most Jews, both then and now. These Bible stories show people of different backgrounds and viewpoints interacting, at times in conflict. But the overriding message being communicated is always one of goodwill and love toward all. İsa'nın караматлары. Маған арқанды тасла. Абайлы бол, құлап кетпесін. Ол қалайынша арқайын ұйқылап атыр. Ұстаз, ояның, қайыққа су толып атыр. Әзір шөгіп кетеміз. Тынышлан. Тоқта. Не үшін қорқасызлар? Сеніміңіз қане? Кіре бер. Әмме тек қана ұсын асыралы Иса хақында айтып жүр. Айтуларынша ол караматлар істеп жүрген екен. Ол өтірікші. Мен білемен. Мен оның ашқаралануы үшін, сен оны аңлып жүруіңді қалаймын. Әке, тезірек бола қойыңса? Көрдіңіз бе? Әне олар кетір. Арун, Орфа, Дауытты қайға алып баратырсызлар? Біздер Галила көлі тәріпке. Раббымыз Исаны көруге баратырмыз. Ол біздердің Дауытқа шыпа береді. Ол хақында есткен. Дауыт, Иса саған шыпа бергеннен кейін, сенің менен сөйлесіп бірге ойнаймыз. Бұл жыда ажайып емес пе, әке? Құдай Исаны Дауытты шыпалау үшін жіберген. Бұған үміт қыламыз, Сара.
Арон, синагоганың ақсақалы сыпатында мен сені ескертуім шарт. Ол хақында тарқаған сөзлерді кезіп жүрген әрбір пайғамбар да дәлелдей бермейді. Яир, біздер бұны білеміз, бірақ Иса ұлы ма басқаша? Басқаша? Естуім бойынша ол өз іслері үшін іс хақы алмайтұғын екен. Ол бұны адамларға рехімі келгеннен қылады. Болды, жүр, Дауд, біздер кетуіміз керек. Жақсы қал, Яир. Құдай яр болсын, Арон. Көріскенше, Дауд, үйге қайтқаныңда біздің үйге ойнауға кел. Сенің мазаң жоқ па деймін, Сара? Яқ, әке, мен тек қана аязлығанмын. Сондай ыссы күнде ме? Қандай ажайып таң. Ауа, мені көруге келгенің үшін рахмет. Қоя берің, бұл еш нәрсе емес. Сізге ұқсаған айтқанымды қылатуын қаридарларымнан хабар алу маған жүда ұнайды. Сіздің ауқалыңыз еле жақсыланбапты, құрметлі Мишель ханым. Ахуалым еш жақсыланбай атыр, шпакер забар. 12 жылдан бері кеселмен. Мен өзімді қартайған кемпірдей сезіп атырман. Сіз еле жас хам көзалсыз, Мишель ханым. Бұның үстіне және байсыз. Бұрын сондай едім, бірақ әммесінен айрылдым. Жаслығым, келбетім, һәм пұлларым. Айрылдым? Сонда не, пұлыңыз жоқ па? Бар жоғымды мені емлеуі үшін сізге ұқсаған шпакерлерге сарпыладым. Қалғаны болса, күн көрсіме зорға жетіп атыр. О, бұл жүда жаман жаңалық. Бірақ таза шыққан дәрі хақында хабар тапсаңыз, маған хабар бересіз ғой, Жаңағы ауа әлбетте. Бірақ сіз түсінуіңіз керек. Ол дәрілер пұлға сатылады. Бірақ мен сізге әлі қашан сонша пұлды сарпыладым. Лекін бірде-бір дәріңіз пайда бермеді. Ауа, менің қаражетлерім жүда көп. Мені түсінесіз деп үміт етемін. Әрбір тәуіп өзінің қаридарында жақсы тәсір қалдыру керек. Жақсы қалың. Егер қызметіме төлеуге пұл тапсаңыз, адам жіберің. Ей Құдайым, менің еш нәрсем қалмады. Мен тұрмысқа шыға алмаймын. Перзент те көре алмаймын. Менің келешегім жоқ. Һәм ешкім мені емлей алмайды. Аспандағы әкем ілтимас. Өлуіме жол қой. Сіздердің балаңыздың ауыр дәрті болса да, ол неге күліп атыр? Себебі біздер оны Исаның алдын алып баратырмыз. Иса оған шпа береді. Кім ол Иса деген? Ол ұлы ұстаз. Ол караматлар көрсетеді. Караматлар? Сара қызым, мен саған таза су алып келдім. Бәрі бір пайдасы жоқ. Ол су іше алмайды. Ол хәтте зорға сөйлеп атыр. Әке! Әке! Мен өлемен бе? Сен еле тәуір болып кетесің, Сара. Қане мен де Даудпенен бірге Исаның алдына кеткенімде.
Ауа. Устаз, біздердің баламыз жүре алмайды. Хәтте сөйлей алмайды да. Бірақ біздер білеміз. Құдайдың құдіреті карамат көрсете алады. Ал сізде болса, Құдайдың құдіреті бар. Ата-анаңның жүрегі сенімге толы, ал сенікі сүйіспеншілікке толы екен. Орныңнан тұрып, жүр. Иса, мінетті арман саған. Ілтимас, маған жол берің. Мен Исаменен сөйлесуім керек. Менің қызым өлім төсегінде. Яир, көрдің бе, Дауд шипа алды. Ұстаз, ілтимас, менің үйіме жүрің. Менің жалғыз перзентім, қызым Сара, ол өлім төсегінде. Тек Сара емес. Мені баланың қасына алып бар. Ол өлді ме? Ауа. Барып Яирға хабар бер. Қолым. Мен оны көруім керек. Әлбетте көруім керек.
Iltimos, өткеріп жіберің. Мен оның менен сөйлесуім керек. Оған бір мәртебе қол тигізсем болды. Тоқтаң. Маған кім қол тигізді? Ұстаз, бұндай көп адамдар арасынан саған кім тигенін қалайынша білеміз? Біздер әммеміз саған тиіп жүрміз. Яқ, маған біреу қолын тигізді. Мен өзімнен бір күш шыққанын сездім. Ұстаз, мені кешірің. Мен сіздің етегіңізге қолымды тигіздім. Һәм дәртіме шипа алдым. Қызым, сенімің сені құтқарды. Тынышлықпенен бара бер. Саған Құдай яр болсын. Minnetdarman Rabbim. Қожайын, сіздің қызыңыз. Ол өлді. Енді кеш, пайдасы жоқ. Яир. Ұстаз, сіздің тынышыңызды алғаным үшін кешірің. Менің қызым өлді. Қорқпа. Тек сен. Һәм сенің қызың шипа табады. Бірақ жүр. Маған жол көрсет. Олар келді. Жыламаңлар. Қызыңыз өлген жоқ. Ол ұйықтап жатыр. Біздерді өлімнің қашан келгенін білмейді деп ойлайсың ба? Олар тек өлімді біледі. Ал мен өмірді білемін. Қызыңыз қане? Қызым, орныңнан тұр. İsa! Ұстаз, рахмет саған, рахмет. Ұстаз, ол өлген бе еді? Сен хақиқаттан да оны тірілттің бе? Бұл іслер сізлердің де қоларыңыздан келеді. Егер сеніміңіз болса. Хайран қаларлық уақия. Ешқашан бұндай болуын ойлап көрмеппін. Карамат, карамат. Мен бұларды өз көзлерімменен көрдім. Оның айтуы бойынша бұлардың әммесі біздердің қолымыздан да келеді екен. Болуы мүмкін емес. Біздер апуайы балықшылармыз ғой. Қараңлар. Судың үстіменен адам жүріп келатыр. Бұл аруақ.
Болуы мүмкін емес. Бұл жерден кет, ей аруақ. Қорықпаң. Бұл мен. Ұстаз. Ұстаз. Егер бұл сен болсаң, саған қарай жүруіме рұқсат бер. Кел. Ием, мені құтқар. Ей, сенімі аз, Петр. Сен неге гумалландың? Егер сеніміңіз қышқыл тұқымдай болса да, менің қылып атырған іслерім сізлердің де қолдарыңыздан келеді. Хақиқаттан да, сен Құдайдың ұлысаң. Ол әме ауруларға шипа беріп атыр. Мен шолақ адамның жүріп кеткенін көрдім. Адамлар оны жақсы көреді. Мақау кеселіктен азат болды. Мен сізлерге айтып тұрман. Ол караматлар көрсетіп атыр. Маған құлақ салың. Бұлардың әммесі арзымас көз боямашылық. Оннан қалса онша сенерлі емес. Оның дослары бар. Өзлерін ауру қылып көрсетеді. Ол болса оларға өтірікке шипа бергендей болады. Ауруы белгісіз әйел, өзін шолақ қылып көрсеткен бала, қызын өлді деп тастиқлаған еркек. Исаның өзі оны ұйқылап атыр деп айтты. Болды, бара берің. Исаны өзлеріміз бір жақлы қыламыз. Адамлар бұншама соқыр болмаса, олар қалайынша көрмеуі мүмкін. Мен бір күн келіп, адамларды осы жалған пайғамбардан құтқаруымызға туры келеді деп қорқаман. Бәлкім мен... Керегі жоқ. Біздер оннан құтылу үшін низамнан пайдаланамыз. Ерте ме, кеш пе, бір күн келіп ол қателеседі. Әне сол уақытта оның кім екені белгілі болады. Сара, қара, мен секіре аламан. Мен секіре аламан. Қайтып жүгіргенімді көріп қой. Жүгір, Дауыт, жүгір. Сара, ізіме жетіп ал. Сүйіспеншіліктің караматы өмірімді толтырды. Қоллардың тиюі, көзлердің жарқырауы, атымды күліп айтушы ауыз, бұл сүйіспеншіліктің караматы. Сүйіспеншіліктің караматы мені құяштай жарқыратты. Қалбімде от жақты. Һәм мен бірден қызып кеттім. Енді жанымда сүйіспеншілік тұрғанда, дауыллар еш қашан қорқыншлы емес. Сүйіспеншіліктің караматы. Мен еш қашан караматлар көрмегенмен. Мен караматларға сенбей тұғын едім. Мен сені көргенімде, сенің сол екеніңді білмедім. Сүйіспеншіліктің караматы өмірімді қосыққа толтырды. Енді мен бұл қосықты күні бойы айтаман.
Хатте ұйқлағанымда да. Менің қосығым мәңгі өмір үшін мінедаршылыққа толы. Ауа, мен мәңгі жасайман. Бұл сүйіспеншіліктің караматы. I'll be living. Yes,